Сәлем, менің құрметті YouTube оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай? Біраздан бері YouTube-қа видео салынған жоқ. Бүгін мен сіздермен сондай бір қызық, ең актуалды бүгінгі таңда тақырып бұл опущение матки, опущение влагалища, опущение шейки матки. Осы туралы сөйлескім келіп отыр. Және де сіздердің ең қазіргі таңдағы актуалды сондай тақырып бұл интимная пластика. Бүгінгі видеода мен интимная пластиканың түрлері туралы айтатын боламын. Ал келесі видеоларда именно қай операция не үшін жасалынады, қандай операцияның түрлерін ашып айтатын боламын. Өйткені бір видеоға барлығы сыймайды. Сол себепті бүгін сіздермен біз жалпы опущениені үй жағдайында қалай біле аласыздар. Осы видеоны көргеннен кейін міндетті түрде сіздер әрқайсыңыз үй жағдайында осы видеода көрсетілген лайфхакты жасап көріңіздер. И опущение бар ма екен, жоқ па екен, астына жаса кетіңіз. Соны қалай көруге болатынын айтамын. Және де ең алғашқы симптомдары қандай? Ол симптомдарды жою үшін не істеу керек? Сол тақырыпты бүгін видеода мен толық ашып айтатын боламын. Сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы, міндетті түрде парақшаға тіркеліңіздер, видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Себебі бұл тақырып барлық босанған қыз-келіншектердің барлығына қатысты. Немесе болашақта тұрмысқа шығам деп, бала туам деп жүрген әйелдер болса, барлығы міндетті түрде көру керек. Және де егер де сұрақтарыңыз болса, мен мүмкіндігімше жауап беремін. Төменде видеоға астына қалдырыңыздар. Барлық екі баладан көп босанған әйелдің барлығында опущение бар, бірақтан опущениенің әртүрлі дәрежесі болуы мүмкін. Әйелдер опущениенің болу себебі бұл қанша рет бала босанды, ең бірінші соған байланысты. Потому что бала көп босанған сайын опущение үшінші, төртінші дәрежеге қарай өте береді. Екінші, бұл әйел баланы қандай салмақпен босанды. Мысалы, біреу 2800 босанады, біреу 3,5 мың, біреу 4-5 килограмм босанады, соған байланысты. Үшіншісі, бұл әйел адам босану кезінде қандай травма алды. Қынабы жыртылды ма, промежность жыртылды ма, шейкасы жыртылды ма, және де ол степень қаншалықты, первый, второй, третий степень қалай жыртылды, соған байланысты. Төртіншісі, бұл әйел адам босанғаннан кейін қаншалықты дұрыс қайта қалпына келді, қаншалықты өзінің интимный зонасына көңіл бөлді, тренировка жасады ма, интимный процедуралар жасады ма, соған байланысты. Және де бұдан бөлек міндетті түрде әйел адамдардың дефициттары, организмде егер анемия болса, фолий дефицит, витамин D дефицит, кальций, магний бәрі организмде дефицит болатын болса, естественно бұның барлығы опущениеға алып келуі мүмкін. Енді осы жер ең маңызды жері, қыздар, міндетті түрде жақсылап, жаңағыдай бір жерге жазып өздеріңізге тіркеп алыңыздар. Өйткені мен өте маңызды ақпарат айтайын деп тұрмын сіздер үшін. Үй жағдайында кез келген бала босанған әйелдің барлығы осыны жасаңыздар. Аяқтарыңызды ашып, аяқтарыңызды бүгестерді ашып жатасыздар. Сөйтесіздер, немесе біреу сіздің астыңызды фотоға түсіріп берсін, камераға қараңыздар, немесе өзіңіз айнамен қараңыз. Енді, егер осы айнамен қараған немесе фотомен түсірген кезде, егер де сіздің қынапқа кіретін жеріңіз ашық тұратын болса, мысалы, балықты судан шығарып жүрген кезде ауыз ашылып қалады ғой, тура солай ашық тұратын болса, бұл диагноз зияние половой щели деп айтылады. Осыны біліп алыңыздар. Кез келген гинеколог оны көрген кезінде сізді осмотрға қарайды, көреді оны. Бірақ сізге біреулер айтады, оны біреулер айтпайды. Бұл зияние половой щели бүкіл проблеманың бастамасы. Осы зияние половой щелидің арқасында хронический дисбиоз дейді, қынаптың постоянно микрофлорасы бұзылады, хронический воспаление, воспаление шейки матки, воспаление органов малого таза, онда опущение. Осы зияние ең бастамасы. Және де кейбіреулер ашып көрулеріңіз мүмкін, ашсаңыздар, как будто бұл жаңа ашық тұрған зияниден, как будто бір тіл шығып тұрған сияқты. Яғни бірдеңе бүдірейіп, бүйтіп қолдарыңызға ұстасаңыздар да білінеді, ол негізі шарик сияқты шығып тұрады. Бұл опущение задней стенки влагалища первой, второй степени. Сіз егер де уже мынандай шарик сияқты бірдеңе шығып тұрған кезін көрдіңіз бе, немесе қолыңызбен астына жуынған кезде қолыңызға бірдеңе тиіп тұрма, все, бұл уже опущение дегенді білдіреді. Бұл қынаптың төмен түсуі. Бұл жерде шейка емес, матка емес, бұл қынап. Қынап бізде бала босанған кезде қынап қатты ашылады, созылады. И бала босанып болғаннан қайта қалпына келеді. Сол қайта қалпына келген кезде тканьдар, яғни тонусын жоғалтады, фасциялар жыртылады, кейде мышцалар жыртылады. Сол себепті қайта қалпына толық келмеуіне байланысты опущение пайда болады. Мінекей, мынау қынаптың артқы стенкасы. Яғни төмен қарай көріп тұрсыздар ғой, міне бүдір-бүдір.
артқы стенкасы осы төмен қарай былай қарай түсіп кетеді. Қараған кезде мына жақтан тіл сияқты болып бүйтіп домалақ болып сыртқа қарай шығып тұрады. Егер де осы симптомдарды көретін болсаңыздар, сіздер міндетті түрде гинекологқа келіп қараласыздар. Және де олар сіздердің жалпы мышцаларыңыздың, именно қынаптың мінекей былай екі палец салып қараған кезде осы қынаптың қаншалықты созылмалылығы қандай, бұлшықеттердің күші әлсіреген бе, тонусы қандай, осының бәрін анықтайтын болады. Енді первой, второй степени, көпшілік жағдайда бұны кәдімгі интимный тренировкамен полностью алуға болады бұндай симптомдарды. Жалпы интимный тренировка, мышц тазована, ол барлық әйелге керек. Босанса да, босанбаса да, неше бала туды, независимо от этого барлық әйелдерге тренировка интимных мышц міндетті түрде керек. Мысалы, спортсмендер бар ғой, олар постоянно барып тренироваться етіп тұрмаса, олардың бұлшықеттерінің бәрі әлсіреп кетеді. Мысалы, кез келген спортсмен егер де мысалы 1-2 айда заниматься етпей қойса, все, бұлшықеттерінің бәрі салбырап шығады. Қынаптың бұлшықеттері де тура сондай. Кейбір қыздар ойлайды да, мен мысалы там бір 2-3 ай интим тренермен барып заниматься етемін, болды, содан кейін қоя салсам менде бәрі күшті болып кетеді. Жоқ, ондай емес. Егер интимный тренировканы жасап бастайтын болсаңыз, интимный тренировка сізде на постоянной основе болу керек. Мысалы, чем андай көп уақыттан жасап шаршағанша, лучше күніне 15-15 минуттан күніне 3 рет жасаңыз, все, сол сізге жеткілікті. Бірақ бұны постоянный әдетке айналдыру керек. Түсіндіңіздер ғой? Егер күнделікті постоянно жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде эффект көретін боласыздар. Енді келесі бұл именно опущениенің бізде операциясыз емдеу жолдары бар. Операциясыз емдеу жолдарына бізде қазіргі таңда инновациялық технологиялардың бірі бұл плазмалифтинг пен плазмагель. Және де гиалурон қышқылымен филлеры саламыз. Бұл именно сол интим зонаны жасартады, ткандарды қайта қалпына келтіреді, бұлшықеттердің мышцын тонусын жақсартады. Бұл процедуралар туралы мен алдағы уақытта міндетті түрде толық ашық видео шығаратын боламын, күтіңіздер, оны саламын. Және де қазіргі таңда біз жасап жатқан операцияларымыз бұл интимдік операциялар. Именно қынапты тарылту бойынша, және де кейбіреулердің жаңағыдай лабиолары, яғни жыныс еріндері үлкен болып кеткен, гипертрофия, малых половых куб дейді. Сондай әйелдерге біз именно интимная коррекция малых половых куб, және де вагинопластика, перинеопластика, задняя кольпарофия жасаймыз. Бұл операциялар туралы да мен келесі шығарымда толық әр операцияға тоқталып айтатын боламын. Сол себепті міндетті түрде келесі видеоны жібермей қараңыздар. Ал бүгін мен сіздерге осындай қысқаша именно опущение туралы ақпарат бердім. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы келесі видеода сіздермен жолыққанша.